Медик студентсің, жұмыс істейсің, сабақ оқисың, бәрібір шаршайсың, ата-анаңа айта алмайсың. Бір адам болса екен дейсің, жаныңды түсінетін, сөйтіп қызың болады, үйленгің келеді, бірақ жағдайың жоқ. Үйің де, көлігің де, тұрақты жұмысың да жоқ. Ата-анаңа жүк болғың келмейді. Сонда не істейміз? 40-та үйленеміз бе? Жоқ. Және тағы да жоқ. Медицинаны 10 жыл оқимыз, бұл азап. Бірақ ең жаманы сол 10 жыл бойы тек оқып, дамымай жүріп қалу. Сен хоббимен қосымша жұмысты ерте баста. Бірақ негізгі мақсатың медицина сол қалуы керек. Қосымша табыс ол тек ақша емес, ол еркіндік. Мысалы, видеомонтаж менің хоббиім. Қазір одан ақша тауып отырмын. Және осы арқылы өз жолымды таптым. Егер хобби мен жұмысың саған ақша келіп дамуға итермелесе, сен мақсаттарыңа тезірек және нық жетесің. Соңында бір нәрсе айтқым келеді. Бұл Мұқағали Мақатаевтың өлеңі. Жасыңнан алғыр болғың білімізден, той қылма үйленемін деп шықпай жүзден. Бақыттың базарына барар жолды, білімсіз бара алмайсың білгін ізден. Қорытындыны әрқайсысы өзі жасасын. Ал мен беттеріңнен сүйдім.